Сәлеметсіздер ме, құрметті достар? Бүгінгі видеода алдында суда өсірген әйел бақыты гүлін мен отырғызған болатынмын. Және сол кезде, видеоны шығарған кезде көп адам маған комментарий жазды. Нәтижесімен бөлісіп кетіңізші, өзін қалай сезінгенімен айтып отырыңызшы, тағы да видео шығарыңызшы деп. Мінекей қарап тұрсаңыздар, міне нәтижесі былай. Міне жаңадан жапырақ шығарып келе жатыр. Бұл деген сөз, жаңадан жапырақ шығарды деген сөз, мына тамыры уже орнығып, тамырын өсіріп, болғаннан кейін барып жаңа жапырақтарын шығарады. Кез келген жаңадан отырғызылған гүл. Мына жерде жаңадан отырғызылып жатқан кезде сәл сарғайған жапырақтары бар еді. Мына жапырағын, мына жердегі жапырақтарды қиып алып тастадым. Себебі тамырына күш болмасын дедім. Тамыры жақсылап горшогында толтырып өссін деп осылай істедім. Мінекей мен бұған отырғызып болғаннан кейін циркон септім. Эпин мен цирконның менде айырмашылығы бар, қай кезде қалай қолданады деген. Мына отырғызылғаннан кейін мына жапырағында шығарған болатын бірінші. Жылтырап өзі жаңа жапырақ екені көрініп тұр ғой. Мына айыра білсеңіздер. Енді мына жапырағын шығарып жатыр. Жақында жақсы болып әдемілеп жапырағын ашады. Ал мына оның алдында отырғызылған, осы недеме суретін шығаратын боламын. Бұл карлик түрі. Бұны да атроскадан алып отырғызған болатынмын. Бұл да нәтижесі өте жақсы болып, мына жапырақтарын шығарып, мынау жаңадан ашылған жапырағы өте керемет болып өсіп жатыр. Мынау сол кезде отырғызған кезде бар еді мына жапырағы. Сарғайған жапырағы. Бұл бір несі айтатыны, мына топырағының беті мынандай аппақ болып жатыр. Себебі бұл хлор судан. Бізде қалада хлорлы су. Ол еш нәрсе кетпейді негізінде. Бұл әйел бақыты гүліне мен күніне 2 рет су бүркіп тұрмын. Қазір біз отопленияны қостық, жылытқыш батарейкаларды, сол себепті де ауаның құрғап кетпесін деп мен 2 рет, 3 рет су бүркіп жатырмын. Бұл ылғалды ауаны жақсы көреді. Не болмаса жанына су құйылған ыдыс қойып қойсаңыздар да болады. Өте жақсы сезінетін болады әйел бақыты гүлі. Күтімі бір қатты бір талап ете бермейді. Мінекей қараңыздар, өте керемет өсіп жатыр. Әйел бақыты гүліне арнайы топырағы болады өзінің. Егер әйел бақытын өсіре алмай жатырмын, әйел бақытын қалай өсіремін дейтін болсаңыздар, мен WhatsApp номерімді қалдырып кетемін, сол жаққа хабарлассаңыздар болады. Әйел бақытының топырақ құрамын сіздерге айтып беремін. Және гүлдер күтіміне курсына мен сатылым аштым, курсқа қатыссаңыздар болады. Қаншама гүлді алып, сатып алып, қанша теңгеге өлтіре бергенше, осылай гүл күтімін қалай күту керегін, қалай топырақ жасау керек екенін, қалай су құю керек, ауруларынан қалай емдеу керек, және зиянкестерінен қалай құтылу керек деген сұрақтарға жауап аласыздар. Гүлдерді тамырлату, сол туралы тақырыпта мен курсты өтемін. Топырақ құрамын жасап үйренесіздер. Гүлдерге горшокты қалай жасау керек, қандай горшок таңдау керек деген сұрақтардың барлығына сіздер жауап аласыздар. Неге осылай өсіп жатыр әйел бақыты гүлінің атроскасы. Келесі видеода мен алдында әйел бақытын аман алып қалайық деген видео шығарған болатынмын. Мен суретін экранға шығарамын, соның жалғасын түсіретін боламын. Күніге не болмаса 2 күнде бір видео шығаруға тырысамын. Менің каналыма кіріп қарап тұрсаңыздар болады. Тағы да бір айта өтетін мәселе, менің видеомда 80-90% адам тіркелмей көреді екен. Менің каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басып қоятын болсаңыздар, егерде менің шығарған видеомды біріншілердің бірі болып көресіздер, алғашқылардың бірі болып көретін боласыздар. Қоңыраушаны басып, лайк басып қойыңыздар. Сұрақтарыңыз болса, комментарийға жазып кетіңіздер. Әйел бақытына арналған тыңайтқыш та бар. Оған да заказ беретін болсаңыздар, мен почта арқылы салып жіберемін. Гүлдеріңіздің ауырып жатқанына, ауруына, солардың барлығына көмектесе аламын. Маған WhatsApp-қа жазсаңыздар болады. Мынау алдыңғы фикус. Қараңыздар, қалай әдемі өсіп тұр. Мен гүлдеріме бір шолу өтіп шығайын. Мына жерде менде көп гүлдер мына терезенің алдында тұр. Мына доллар гүлі, мына доллар равен гүлі. Қараңыздар, қара жапырақты. Мен уже подоконникқа сидіре алмай жатырмын. Мынау лирата. Мына жапырақтары өте әдемі. Мынау фикус. Мына Анастасия деп айтады, пестролистный фикус деп айтамын мен, фикус бенджамина. Мына гүл өте өзін жақсы. Мына жерде мына доллар зенди. Өте әдемі болып өсіп тұр. Бұл доллар зенди өте жай өседі. Мына стрелкасын шығарғаннан кейін, ешқандай стрелка әлі шығарған жоқ. Мына терезеде мына кротон гүлі. Мына жерден бутондарын шығарып келе жатыр.
Мына жерде не мына бутонын шығарып жатыр. Өзін жақсы сезініп жатыр. Мына жерде мына гардения гүлі. Бұл гардения гүлі өте керемет гүлдеген болатын. Ол туралы да менде видео бар. Қараңыздаршы, мына жаңадан жапырақтарын шығарып жатыр. Өте жақсы, өзін жақсы сезініп жатыр. Бұл гардения гүлі де. Мына жерде мына доллар гүлі тұр. Мына фикус, ой, то есть драцена маргината. Бұл гүл де өте әдемі. Бұл тек қана менің бір бөлмедегі гүлдерім. Осы жақын тұрғаннан кейін сіздерге көрсетіп өтейін дедім. Тағы да айта өтетін хабарландыру, егер Шымкент қаласы бойынша мына фикусты, дәл осындай фикустың 3-4 түрі бар. Егер сатып алам десеңіздер, тек қана Шымкент қаласы бойынша, уже осындай пересаженный, уже адаптированный деп айтады ғой, климатқа үйренген. Қараңыздаршы, өте жақсы, жапырағын тастамайды бұл. Доставка жасап бере аламын, тек қана Шымкент қаласы бойынша. Аламын десеңіздер, WhatsApp-қа жазыңыздар. Назарларыңызға рахмет. Егер видео ұнаса лайк басып, каналға тіркеліп қойыңыздар. Сұрақтарыңыз болса, төменге қалдырып кетсеңіздер болады. Міндетті түрде жауап беретін боламын. Назарларыңызға рахмет. Сау болыңыздар.